Енді палауды пакетке салып духовкада жасап көріңіздер. Шашырап, өте керемет болып шығады екен. Ыдысыңыз да былғанбайды және уақытыңызды да алмайды екен. Алдымен тауық аяқтарын жуып аламыз. Кез келген дәмдеуішпен аздап сұйық май қосып, енді маринадқа қалдырамыз. Ал күріштің мен үнемі қолданатын Vesa басматидің езілмей шашырап пісетін күрішін қолдандым. Жақсылап тұрып 5-6 қайтара, яғни суы мөлдірегенше жуып аламыз. Кәдімгі палауға тураған секілді сәбіз, пияз барлығын турап аламыз. Және бізге осындай салафан керек. Бұл бізде духовкаға пісіруге арналған. Бірінші күріш, пияз және сәбізді саламыз. Палауға арналған дәмдеуіш тұз және 1 стакан суды толтырып құйып, аузын жауып, яғни араластырып аламыз. Одан кейін тауық етін саламыз. Және сарымсақ, сары май қосамыз. Міндетті түрде, менде ол түспей қалды. Аузын жауып духовкамызға саламыз. Яғни бетін міндетті түрде тесуді ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Міне, палауымыз керемет болып шықты. Енді дәл осылай аузын кесіп, яғни ыдысқа салып ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болады екен, тіпті уақытыңызды алмайды, қасында қарап та тұрмайсыз. Өзімен өзі осылай духовкаға салып қойсаңыз керемет болып піседі екен. Ал енді міне көргендеріңізде ешқандай да жабыспаған, шашырап осылай болып шықты. Қасына керемет байжик классикалық түйіршіктелген қара шаймен бірге ұсындым. Сіздерге де кеңес беремін.